Сәлеметсіздер ме? Мен Түркістан жоғары аграрлық колледжінің ауыл шаруашылығы механикаландыру кафедрасының оқытушысы Қуандық Темірлан Зұлфарұлы. Бүгінгі өтетін сабақ тақырыбымыз соқалар. Соқалардың жүктемесі және оларға қойылатын агротехникалық талаптар. Соқалардың жүктемесі төмендегідей. Соқалар мақсатына қарай жалпы мақсаттағы және арнаулы. Корпус саны бойынша 1, 2, 3, 4, 5, 6 корпусты. Трактор жалғау тәсілі бойынша тіркеледі, жартылай аспалы және аспалы болып бөлінеді. Корпустары дақылдық, цилиндрлік, жартылай бұрамалы және бұрамалы қайырмалармен жабдықталған. Соқалардағы қайырмалардың нысаны бойынша бөлінеді. Жалпы мақсаттағы соқалар 35 см дейінгі тереңдікте жер жыртуға. Ал арнайы мақсаттағы соқалар жүзімдіктерді, бақша дақылдарын және орман ағаштарын отырғызу үшін топырақты 60 см-ге дейін тереңдікте өңдеуге пайдаланылады. Соқаларға қойылатын агротехникалық талаптар. Олар топырақты біркелкі қопсыту, қамту мені конструктивті 10% шегінде құбылмау кезінде белгіленген тереңдікте ауытқуы 2 см-ден аспайды. Жер қыртысын толық аудару, үгіту және тақыр жер қалдырмай және қиыршықсыз төсеу. Тыңайтқыштар және аңыздық қалдықтары 12-15 см тереңдікке сіңуі. Егістіктің бетін тегістеуі. Соңғы корпус өткеннен кейін таза атыз жүзуі тиіс. Соқалар. Әрбір тісті соқаның жұмысшы және қосалқы органдары болады. Жұмысшы органдары корпус, топырақ өңдеуіш, шамалдарығы мен пышақ болады. Қосалқы органдар аспалы немесе тіркемелі құрылғысы бар жақтау. Тірек дөңгелектері, корпустары, терең және таяз орнатуға арналған механизм жатады. Соқаның корпусын топырақтың табиғи климаттық жағдайларына физикалық, механикалық және технологиялық қасиеттеріне қарай таңдайды. Корпустың конструктивті құрылғысы бойынша қайырмалы, ойық, қайырмасыз топырақ өңдеуіші бар, жылжымалы, қашауы бар, дискілі және құрама болып бөлінеді. Қайырмалы корпустың жер қыртысын аударып және қопсытып, топырақты өңдеу үшін пайдаланылады. Ол келесі суретте көрсетілген. А суретінде қайырмалы, Б. Қос қабатты жыртуға арналған ойық, В. Жылжымалы қашауы бар, Г. Суреттегі құрама, Е. Дискілі, келесі бірінші номердегі тіс, екінші номердегі қайырма, қайырманың қалалық жасы, 3 қайырма, төртіншісі айналдырғы ернеулегі. Бұл соқаның корпусы. Келесі кезекте жер жыртуға арналған соқалардың түрі. Олар ПЛ 5Т35, 5 корпусты жартылай аспалы күшейтілген соқа меншікті кедергісі 127,5 килопаскаль тас аралас топырақты жыртуға арналған. 30 см тереңдікке дейін жер қыртысын аударып, ал 40 см тереңдікке дейін аудармай жыртады. ПЛ 5Т35 соқасы ауыл шаруашылығына 7 түрлі жабдықталып беріледі. Ол келесі суретте көрсетілген. ПЛ 5Т35-01 типіндегі дақылдар бет қайырмалы түрінде корпустармен және қырма тіркемесіне жабдықтайды. Соқа терең немесе таяз жыртуға трактордың гидрожүйесі арқылы қойылады. Базалық модельде мына төмендегі жабдықтаулар түрлерінің айырмашылықтары бар және оларға өзіндік номерлер берілген. ПЛ 5Т35-02 жылжымалы қашауы бар корпус.
TH-535-03 қайырмасыз корпуспен 0,4 9 км/сағаттан артық жылдамдықта топырақ жыртуға арналған корпуспен 0,6 2 сатылы жыртуға арналған кесік ойық корпуспен жабдықталған. Бұл суретте PLM 535 корпусты үйлестірілген аспалы соқаның көрсетілген. Толығырақ айтар болсақ, бірінші нөмірдегі соқа корпусы, екінші нөмірде тұрмаларға арналған тіркемеге тартпалы жұқа тақтайша, 3 тұрмаларға арналған тіркеме, 4 нықтауыш арқылы, 5 қиғаш тірек, 6 тірек дөңгелек, 7 автотіркеу құлпы, 8 бойлық аралық, 12 шым аударғы. Бұл суретте жалпы құрылысы көрсетілген. Соқа DT75H, TZ153, T151 және T4A тракторлармен агрегатталады. 9 немесе 12 км/сағат жылдамдықпен жұмыс істеу үшін арнайы корпустармен жасақтау кезінде соқаны T153 және T151 тракторларына тағады. Соқаның әртүрлі типтегі корпусымен жарақтайды. Бұрылғыштары бар қайнасыз немесе жартылай бұрандалы корпуспен жұмыс кезінде шамалдалғылар орнатпайды. Жақтау. Соқа конструкциясының негізгі көтергіш буыны білең нықтауыш арқылы болып табылады. Тірек дөңгелектері бұрандар көмегімен жырту тереңдігін реттеуге арналған. Дөңгелек конустық роликті мойын тірекке жалғанған. Бұл суретте шым аударғы жалпы құрылыс көрсетілген. Бірінші таған, екінші ұстағыш, үшінші тұтқа, төртінші қайырма, бесінші тіс. Бұл жерде нөмірлері көрсетілмеген, бұл жерде жоғарыдан төменге қарай түсірілген. Бұл суретте жалпы пышақтың құрылысы көрсетілген. Дискілі пышақ пен шамалдырғының орнату сызбасы. Үй тапсырмасына арналған қосымша сұрақтар. Соқалардың жүктемесі және оларға қойылатын агротехникалық талаптарды атаңыз. Соқалардың қызметі қандай?